Сәлеметсіздер ме, құрметті діндес қауымдар, мұмен мұсылмандар. Бүгін сіздермен періштелер кірмейтін, тіпті ол үйлерге жақында жолымайтын періштелер туралы айтатын боламыз. Иә, қымбаттылар, біздің барлығымыздың үйіміз, отбасымыз бар. Бірақ біздің үй періштелер кіріп шығатындай дәрежеде рухани пәк па? Бәлкім сырттай таза шығар. Біз рухани пәкпіз бе? Ауламыз, үйіміз пәк пе? Періштелер біздің үйімізге келеді ме? Немесе келмейді ме? Бүгін сіздермен осы сұрақтарға жауап табатын боламыз. Періштелер кірмейтін 22 үй бар. Осы 22 үйде кішкене болса да зұлымдық болса, осы видеоны тыңдаған соң міндетті түрде түзетуге кірісейік. Алғыс айтушы періштелер кірмейтін 22 үй. Олардың біріншісі: сыйлайы рахым жанашырлығын жоғалтқан, туыстармен байланысын үзген үйді үй дегенді білдіреді. Сыйлайы рахим дегеніміз ислам құндылығы болып саналады. Оның мағынасы туған туыс жақындармен қарым-қатынасты сақтау. Ешкімді көрмейді, ешкімді үйіне шақырмайды. Туыстары, аға-әпке, қарындас, әпке-жезделерімен, көке-тәтелерімен байланысын үзген күйде сол үйде өмір сүреді. Мұндай үйлерге мейірімділік періштелері кірмейді. Өйткені ислам біздің дініміз. Сыйлай рахым негізгі бұйрықтарының бірі туыстық қатынастар. Ғұмырың ұзақ, несібең мол болсын десең, мейірімге бөлен. Яғни туысқандарының қай-қайсымен де байланыс үзілсе, тіпті ол туыс сенімен байланысын үзіп кеткен болса, оларға рахмет. Сол туысыңа барып, қарым-қатынасыңды қалпына келтір. Онымен ескі ұрыс-керістерді немесе ескі кектерді толығымен ұмытыңыз. Мүмкін болса, оны кешіріңіз, немесе ол сізді кешірсін. Қарым-қатынасты кешірсін. Қарым-қатынасты тек жақсы сөздермен қалпына келтіріңіз. Сонда ғана өміріңіз берекелі болып, үйіңіз періштелерге толы болады, иншалла. Періштелер кірмейтін екінші үй. Ата-анасының тілін алмағанның үйі. Алла тағала қасиетті Құранда не дейді? Мен үшін дұға ет. Одан кейін ата-анаңа жақсылық жаса. Алла тағала өзіне дұға еткеннен соң ата-ананы қояды. Ата-анаға жақсылық жасауды қояды. Алланың әмірі ата-анамызды разы қылу керек. Және оларға мойынсұнамыз ба? Өздеріңіз көріп тұрғандай, ата-ананың құқығы соншалықты, егер сіз ата-анаңа бағынбасаң, үйіңе періштелер де кірмейді. Періштелер кірмейтін үшінші үй — жетім малын жегеннің үйі. Жетімнің мал-мүлкі бәрінен де жоғары. Мұсылман жетім малына өте сақ болу керек. Бұл ең үлкен күнәлардың бірі. Және оның ақыретте жазасы өте ауыр. Осыған абай болыңыз. Жетім малын жеген адамның үйіне періштелер де кірмейді. Періштелер кірмейтін төртінші үй — ішінде жеуге болатын пайызы бар үй. Яғни риба. Әрине, өсімқорлықты өзіңізде харам еткен. Бұл жөнінде өте сақ болу керек, өйткені бізге риба үйінен шығу бұйырылған. Сондықтан періштелер риба үйіне кірмейді. Бесінші үй — еш себепсіз ит ұстайтын үй. Егер ит ұстайтын болсаңыз, егер сіз ұрылардан немесе басқа қауіпті тіршілік иелерінен қорғану үшін ұстасаңыз, бұл болады. Бірақ егер сіз итті бекер ұстағыңыз келсе, онда мұндай үйге періштелердің кірмейтінін біліп алыңыз. Алтыншы үй — Алланың аты аталмайтын жиындар. Пайғамбарымызға салауат айтылмаған жиындар. Шайтан бар үйлер. Яғни бұл үйлерге Алланың аты аталмайтын үйлер. Ол үйде жиын немесе жиналыс болса, Алланың аты аталмайды. Расында пайғамбарымызға салауат айтылмайды. Үйде өткізілетін мәжілістерде мұндай үйлерге періштелер кірмесе, нәпсі үстем болып, шайтан болады. Періштелер кірмейтін жетінші үй
өлілерге, желге, әтешке, ауру сырқауларға және сол сияқты нәрселерге құлшылық ететін үйлер, яғни әтешке, түрлі желдерге, өлілерге немесе соған ұқсас нәрселерге табынады. Әрине, Аллах тағала серік қосуды жек көреді және Аллахқа көп құдайшылық жасағандарды тәубе етпейінше кешірмейді. Әрине, мұндай үйлерге періштелер де кірмейді. Періштелер кірмейтін 8-ші үй. Ішінде суреттер мен мүсіндер бар үйлер. Әрине, мұндай жағдайларда абай болу керек. Сурет тірі жаратылыстың суреті болу шарт емес. Табиғат көріністерінің суреті немесе кейбір ғимараттардың суреті болса, ғұламалар, адам немесе жануардың суреті, кез келген тірі жанның суреті болатын үйлерден басқасын айтады. Бұл жағдайда періштелер үйлерге кірмейді. Сондықтан егер сурет қабырғаға ілінсе немесе ол осы жерлерде жасалса, онда заттарды дереу жабу немесе жәшіктерге салу орынды. Бізде суреті бар үйде намаз оқуға болмайды деген хабар бар. Мұндай үйлерге періштелер жоламайды. 9-шы періштелер кірмейтін үй, күлкі қонып күйдің әуені тараған үй. Ендеше осындай үйлер бар, тек музыка естіледі. Қызық бар, өмір бар, бірақ Алланың зікірі естілмейді. Ондай үйлерден періштелер шығады, ал періштелер кірмейді. Үйіңді Алланы еске алғанша толтыр. Үйіңіздің рахымды періштелерге толы болғанын қаласаңыз, әндерді жинаңыз, музыкалық ойындарды жинаңыздар. Осыларды ескерсеңіз орынды болады. 10-шы періштелер кірмейтін үй, кісі өлімі болған үй. Кез келген үйде кісі өлтіру орын алса, ондай үйлерге періштелер кірмейді. 11-ші періштелер кірмейтін үй. Айғайлаған әйелдің дауысы естіліп тұратын үйге періштелер жоламайды. Бұл жерде негізі үнемі айғай-шу, әсіресе әйел дауысы, соғыс, дау-дамай болып тұратын үйлер бар. Әрине, халқымызда тамаша сөз бар. Бата 40 күнге созылады дейді. Сондықтан мүмкіндігінше мастықтан айқайламауға тырысу керек. Өйткені мұндай жағдайлар періштелердің үйімізден кетуіне себеп болады. Үйге періштелер кірмесе, бұл үйден жақсылық пен береке кететін сөзсіз. Сондықтан мұндай жағдайлардан сақ болғанымыз жөн. Періштелер кірмейтін 12-ші үй. Ешбір шүкіршілік періштелері ішімдік ішетін және құмар ойын ойнайтын үйге жоламайды. Назар аударсаңыз, Аллах тағала тыйым салған барлық жаман істер орын алатын үйлерге періштелер кірмейтіндіктен, олардың бірі арақ ішу және құмар ойындары. Сондықтан мұндай күнә жасалған үйлерге періштелер кірмейді. Періштелер кірмейтін 13-ші үй. Аллаға серік қосатын бақсы үйлері, яғни жоғарыда айтқанымыздай көп құдайшылықпен айналысатын үйлер бар. Сонымен қатар тағы да еске саламыз, бақсылық бар үйлер бар. Кейбір сәуегейлердің үйіне барсаңыз, онда бармауға кеңес береміз, өйткені ол жердегі үйлерге баруға тыйым салынған. 14-ші періштелер кірмейтін үйлер, бұл құмар ойынның кез келген түрі болып саналады. Ол жерге нарды, карта ойындары, құмар ойынның кез келген түрі харам болып саналады. Ал бұл жағдайда періштелер бұл үйлерге жоламайды. 15-ші періштелер кірмейтін үй, ол жерде арам киімдер келіп, арам заттар мен алтын күміс ыдыстар қолданылатын үй. Яғни мұнда еркектер жібек матама, әлде әйелдер әурет жерлерін ашып жүретін үйлер. Еркектер алтын күміс ыдыстар пайдаланатын үйлер. Періштелер ондай үйлерге кірмейді, өйткені дініміз мұндай лас киімдерді, әсіресе алтын ыдыстарды тыйған. 16-шы періштелер кірмейтін үй, қарғыс атқан адамдардың үйі. Мысалы, ішімдік ішетіндер, Алланың әмірін орындамағандар, күйеуінің тілегін қабылдамайтын үйлерге періштелер жоламайды. Мұнда 16-шы үйде қарғыс атқандар тұрады. Қарғыс атса ішетіндер, Алланың әмірін орындамағандар, күйеуінің тілегін қабылдамайтындар, әйелдері намазын тастайтын үйлер. Әрине, бұл істердің барлығы Аллаға ұнамайтын істер. Алла разылығы
жоқ істер жасалған үйде періштелер кіре ме? Ондай үйге періштелер кірмейді. Егер мұндай жағдайлар кез келген үйде болып жатса, дереу барлығын түзетуге шақырамыз. Періштелер кірмейтін 17-ші үй. Бұл пияз, сарымсақ және осыған ұқсас өсімдіктер, темекі, насвай, жағымсыз иістер бар үй. Періштелердің жағымсыз иістерді жек көретінін білеміз. Шын мәнінде періштелер таза жаратылыс, Алланың жаратылысы. Сасық иісті нәрселерді жек көреді. Тіпті хадистерде Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, сарымсақ пен пияз жеп қойсаң, мешітке жамағатпен барма, өйткені мешітте періштелер көп делінген. Сондықтан сарымсақ пен пияз жеген адамдар мешітке барудан бас тартуы керек. Тиісінше, егер үйде болса, жағымсыз иіс болса, темекі түтіні сияқты жаман нәрселер болса, Алла тағала ондай үйлерге періштелердің кіруінен сақтасын. Егер мұндай үй болса, ол өзін тезде түзетуге мәжбүр болу керек. Періштелер кірмейтін 18-ші үй. Ғұсыл дәретін алмаған адамның үйіне періште жоламайды. Егер адам жуынбаған күйде жүрсе, ондай үйлерден періштелер ақырындап қашады. Мейірім періштелері ерлер мен әйелдер хош иіс суын пайдаланатын 19-ші үйге кірмеді. Бұл имам Абу Дауудтың риуаты. Ендеше, ер мен әйелге үнемі хош иіс сеуіп жүретінді болса, ондай үйге періштелер кірмейтінін білсін. Періштелер кірмейтін 20-ші үй. Көбіміз ысырапшылдықтың не екенін білеміз. Ысырапшылдардың үйі қалдық дегеніміз күнделікті өмірде қолданатын барлық нәрсе біз өзімізге қажеттен артық пайдаланамыз. Тамақ, киім, басқа да өнімдер, өйткені мұндай ысырапшыл үйлерге періштелер де кірмейді. 21-ші періштелер кірмейтін үй. Үйдің иелері және сол үйде тұратын адамдар күнәдан пәк емес, яғни бұл үй иелері күнәдан пәк емес үйлер. Ол көшеде немесе басқа жерде болуы мүмкін, бірақ әлгі күнәһар осында тұрады. Егер періштелер үйге жақындамайынша, Алла тағала сені сақтасын. Өзіңді тез түзет, өйткені үйіңе періштелер кірмесе, бұл үйден бата түспейді. 22-ші періштелер кірмейтін үй. Рахым періштелер кірмейтін 12-ші үй. Зинада үлкен күнәлардың бірі. Періштелер зина үйіне кірмейді. Әрине, бұл табиғи нәрсе. Өйткені зина ол Алла тағала зинаға жақындамаңдар деген. Зинаға жақындаудың да қажет жоқ, яғни зинаға апаратын істермен айналысудың қажет жоқ болғанша, зина жасалған үйлерге періштелер кірмейді. Сонымен біз жоғарыда атап өткен 22 үй періштелер кірмейтін үйлер болып саналады. Шындығында бұл сан одан да көп болуы мүмкін, бірақ біз осы ғұламалар сахих хадистер, Құран аяттары негізінде шығарған едік. Түйіндеме негізінде осы 22 үйді назарларыңызға ұсындық. Бұл жамандықтар кездескен үй болса, тез арада ондай үйді түзетуге тырысу керек. Аллам үйлерімізді періштелермен нұрға толтырсын, үйлеріңізге береке берсін, тыныштық берсін.